Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен ауызашарға ходжели мантысын жасамақшы болдым. Жасап көрдім. Көріп отырғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Қамыры өте жұқа және дәмді болады екен. Басқа мантыға ұқсайды, бірақ та жегенде бір сочный болып көрінді маған. Бұл манты негізінде ходжели, шатаспасам, ходжели деген жердің мантысы екен. Ол кісілер бір бюджетный түрін таңдаған екен мантының. Мен сіздерге қазір видео барысында көрсетемін, қалай жасау керектігін. Салқын суға бір ірік шай қасық тұзымызды саламыз, және де бір жұмыртқаны жарып салатынымыз. Толықтай менде кішкентай жұмыртқа. Үлкені емес жұмыртқаның. Су, тұз үшеуін жақсылап қасықпен араластырамыз. Тұзы ерігенге дейін. Енді осы дайын болған смесімізді алдын ала електен өткізіліп қойған ұнның бетіне толықтай құйып, жақсылап қамыр илейміз. Тығыздығы орташа, қатты емес, және де қатты бір жұмсақ емес, өте бір жақсы қамыр дайындаймыз. Сіздер қолдарыңызбен илейтін болсаңыздар. Мен бұл жерде комбайнның көмегіне жүгіндім, жылдам илеп береді. Міне тығыздығы орташа қамыр иленді. Салфанға салып, тындырып қойып қоямыз. Начинкамыз дайын болғанша кішкене 15 минуттан кейін тағы да осылай басып қойсаңыздар болады. Тындыруымыз қажет, июін қандырып. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде 500 грамм, таза 500 грамм майсыз фарш, және де 2 үлкен пияз жақсылап майдалап турадым. Негізінде бұл ходжели мантысына дәл осы күлшедегі нанға 250-300 грамм фаршты қолданады екен. Мен кішкене еті бізде көбірек болсын деп 500 граммды қолдандым. Негізінде дәл ходжелидің өзінде кішкене фаршты дәл осы қамырға жақсылап жеткізеді екен, жағып. Мен дәмдеуіштерден қара бұрыш және де тұз ғана қостым. Қалауларыңызша кориандр, паприка қоссаңыздар да болады. Қолымыздың көмегімен жақсылап қысып фаршты осылай араластыруымыз қажет. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып бір жерге қоя тұрамыз. Тынып тұрған қамырды 2 бөлікке бөлдім. Мен теңдей осылай домалақтап әдемілеп формасына келтіріп қоюымыз қажет. Біреуін салафанға салып, екіншісін ұнның көмегімен жақсылап жаятын боламыз. Өте жұп-жұқа болуы керек. Кәдімгі мантыға қарағанда да жұқалап жайсаңыздар болады. Ұнның көмегімен жайыңыздар. Менде нәзік қамыр болып шықты бұл. Егер де сіз менің әлде каналыма тіркелмеген болсаңыз, ең алдымен бірінші менің каналыма тіркеліп алыңыз, подписаться батырмасын басып, және де жанындағы колокольчикті де басып қойыңыз. Менің әр шыққан рецептімді жіберіп алмайсыз. Міне дәл осылай жұп-жұқа болуы тиіс. Үлкен бөліктерге бөлеміз. Бірден жайылып тұрған күйінде 4 бұрышты етіп, бірінші осылай ұзыннан, одан кейін тігінен кесетін боламыз. Үлкен кәдімгі мантыға қарағанда бір 3-4 есе үлкен болуы қажет. Енді осы дайын болған фаршымызды осылай тығыздап жағып салатын боламыз. Негізі бұдан да аз салынады, жаңа айтып өткенімдей, мен өзімнің қалауым бойынша кішкене көбірек салып жатырмын. Негізі бұдан да жұп-жұқа және кішкене пиязы көптеу болады. Мен өзімнің жегім келгеніне қарай жасап жатырмын. Дәл осылай жалпақ етіп түйесіздер. Кішкене үстінен басып қойсаңыздар да болады қамырдың. Дәл осылай барлығын осылай жайып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай түйілуі барлығы кәдімгі өзіміздің күнделікті жасап жүрген мантымызға ұқсайды. Тек қана бұл жерде қамырды үлкен қып жаясыздар, кесесіздер, одан кейін барып осылай үлкен қып түйу ғана, тек қана. Мантаваркамызды осылай толықтай майлап аламыз.
Одан кейін мантыларды осылай бір-бірінің үстіне орналастыратын боламыз. Және де барлық мантының бетін осылай маймен жағып отырамыз. Бұл жабысып қалмас үшін, және де кішкене беті кеуіп кетпейді, сочный болып шығады екен. Осылай істесеңіздер. Міне, дәл осылай жағып шығамыз. Осылай орналастырамыз, және де ортасына манты қоймаймыз. Жоғары қарай бұл шыға алуы керек. Тек қана шешетіне айналдыра осылай орналастырып шығамыз мантылардың барлығын. Қайнап жатқан суда буға 45 минуттың ішінде пісіріп аламыз, және де 5 минут беті кішкене тағы жабық тұрса да болады. Осылай барлығын орналастырамыз. Менде 2,5 табақ шықты, осындай үлкен табақтан мантаварканың. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын міндетті түрде дайындаңыздар. Бұл ходжели мантасының бір ерекшелігі осындай начинкамен беріледі, салмамен. Арасына салып береді, немесе бетіне құйып береді. Сол себептен де міндетті түрде начинкасын дайындауымыз керек. Бұл жерде менде пияз, барлығын дәл осылай тураймыз, барлық көкөністерді. Болгар бұрышынан менде қызыл және жасыл түсінен осылай салымка етіп, ұзын етіп тураймыз. Енді ең соңында бір қызанақты тураймыз. Қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, осы көкөністердің барлығын бірден салатын боламыз. Және де 1-2 минуттай жақсы отта қуырамыз. Пиязы кішкене солыңқырағанға дейін араластыра отырып қуырыңыздар, күйіп кетпесін, байқаңыздар. Осы майда толықтай қуырылуы керек пиязы кішкене. Пияз қуырылғаннан кейін 1 ас қасық томат пастасын салып, тағы да 1 минуттай қуыратын боламыз. Томаты кішкене бір ашты дәмі кеткенге дейін осылай қуырамыз. Бұл кезде оттарыңыз орташа отта тұра берсін. Осы кезде дәміне қарай тұз, бұрыштарыңызды салыңыздар, өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді. Жақсылап бір араластырып, кішкене ғана су құятын боламыз бетіне. Сылдыр су болып, су көп құйылып кетпесін. Кішкене бір 10-15 минут қайнағанына ғана мен кішкене су құйып жатырмын. Судың мөлшері осындай болсын, қатты бір батып та кетпесін көкөністеріңіз. Кішкене қана, және де бетін жауып, жай отта 10-15 минут қайнайтын болады. Міне, мантымыз 45 минуттың ішінде дайын болды. Барлығын мен оттан түсіріп жатырмын қазір. Міне, беті кеуіп кетпеген, бірден байқалып тұр. Міне, мантыларды осылай лопатаның көмегімен ала беріңіздер. Және де манты жыртылмауы қажет, одан кейін бір-біріне мүлдем жабыспауы қажет. Сонда әдемі көрінеді, әдемі ұсына аласыздар дастарханға. Сондықтан да манты бір-бірімен жабыспауы қажет. Міне, мантыларды жақсылап майласаңыздар бір-біріне жабыспайды. Осылай барлығын дәл осы мантаваркаға қалай тұры, солай ыдысқа түсіріп аламыз. Дайындаған салмасын дәл ортасына қойдым. Негізінде осы мантыны түсіріп жатқан кезде арасына жағып жіберсеңіздер де өте керемет көрінеді негізінде. Мен әркімнің өзі қалай жегенді ұнатады. Көбіне кейбіреулер томат болғанын қаламайды. Сондықтан да мен осылай ортаға қойдым. Әркім өзі қалағанша жесін деп. Дәл осылай қамырды аласыздар да ортасынан подливті саламыз. Мен бұл подливтан емес, жанымда тұрған сковородкадағы подливтан қазір салып жатырмын. Өте сочный болып шығады екен манты, қыздар. Және де маған қатты ұнады. Мантыны осылай жасау маған шын керек ұнап қалды. Келесіде кәдімгі мантыны да осылай жасағым келіп тұр. Менің рецептіммен жасап тұрыңыздар, және де лайк басып өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.